мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер музей ғимараты негізімен композициясы бойынша ықшамды әрі музей экспонаттарын сақтау шартының барлық талабына сай салынған. Барлық қорлар жарықтығы, биіктігі, көлемі, жабдықталуы жағынан барлық стандарттарға сәйкес. Музейдің қор сақтау бөлімдері кескіндеме, графика, икон жазбалары, мүсін өнері, сәндік қолданбалы өнері, түскиіздер мен тоқыма бұйымдар, кесте, ағаш, темір, киізден жасалған бұйымдар және зергерлік бұйымдары жеке-жеке сақталады. Әр бөлім өзіне тән сақтау режиміне байланысты жабдықталған. Кескіндеме қорында туындыларға күн сәулесі тік түспеу керек. Сол себепті терезелері де соған лайықты ойластырылып, қиғашымен орналасқан. Графика, тері бұйымдарына жарық кері әсер ету себебіне байланысты ол жерде терезелер жоқ. Қорларда жылу беру батареялары, тоқ розеткалары орналаспаған. Қыста жылы ауа, жазда салқын ауа, желдеткіш құбырлар арқылы беріледі. Қорда температура ылғалдылық режимі сақталған. Ылғалдылығы 50-55% болу, ал температура 17-18 градус сақталады. Қорларда арнайы жоғары білімі бар. Музейде кемінде 3 жыл жұмыс істеген, сыннан өткен адамдар жұмыс істейді. Әрбір қор сақтаушы материалдық жауапты адам. Қазіргі уақытта қор сақтаушылардың әр қайсының 10-20 жылдың еңбек өтімі бар. Барлығы Мәскеуде, Санкт-Петербургта біліктілігін арттырған жоғары категориялы өз ісінің білікті мамандары. Қор сақтаушының басты міндеті халық игілігін сақтау, консервациялау, қайта өңдеу. Туындылар түскен күннен бастап тіркеу бөліміне түседі. Ол жерде тіркеу бөлімінің меңгерушісі бастапқы және сақталу сипаттамасын жазады. Осыдан кейін музей директоры бекіткен акті жасалынады. Тіркеу кітабына реттік номерін беріп енгізеді. Әрбір туынды 2 номер арқылы қорғалған. Әрі қарай бөлінген бөліміне байланысты қор сақтаушыға актімен бірге тапсырылады. Әрбір қор сақтаушы материалды жауапты адам. Әр қорда жыл сайын 4-5 адамнан құрылған комиссия мүшелері музейшілік бұйрық бойынша есептік тексеру өтеді. Әрбір қорда туындылар топография бойынша орналасқан. Бұл тез арада жұмыстарды оңай табуға қолайлы. Әр қор сақтаушы жұмыс картотекасымен, авторлық картотекасымен және басқа да тиісті құжаттармен жұмыс жүргізеді. Жыл сайын киіздер, кілемдер, түскиіздер күн сәулесіне кептіріліп, химиялық өңдеуден өтеді. Қор сақтаушылар музейдің әрбір бөліммен тығыз жұмыс жасайды. Олар ғылыми орталықтармен, экспозиция орталығымен, реставрация орталықтарымен. Әрбір бөлімге туындыларды берерде олардың сақтау сипаттамасын жазып, бас қор сақтаушы бекіткен актілер жасалады. Музейдің қор қызметкері өзіне сеніп тапсырған халықтың игілігі болып табылатын әрбір туындыны түгелдей бастапқы сақталу кезіндегідей сақтауға міндетті. Жалпы музейлерге арналған нұсқама арқылы әр бөлімнің қор сақтаушысы жұмыс істейді. Тіркеу бөлімінен келіп түскен туындыны ары қарай ғылыми қызметкер толық зерттеп, ғылыми сипаттамасын жасайды. Әр қорда өзінің жеке инвентарлық кітаптары бар. Сол кітапқа қор сақтаушы ғылыми сипаттамасын енгізіп, инвентарлық номер беріледі. Жоғарыда айтылғандай, туындылар 2 номер арқылы қорғалады. Әр қорда туындылар сақталатын шкафтарды, сөрелерді өз мөрімен мөрлеп сақтауын қадағалау. Сондай-ақ, өртке қарсы дабыл қағу жабдықтарының дұрыс жұмыс істеуін қадағалау, қандай да бір ақау сезгенде сол бөлім мамандарына хабарлауға міндетті. Әрбір қорға кірген адамның рұқсат қағазын тексеріп, белгіленген тіркеу кітабына келген уақытын мақсатын жазу, таң ертең жұмысқа келісімен
қорлардың мөрінің бұзылмағанын тексеру, кешке жұмыс аяқталған соң қорды тексеріп, мөрлеп, өртке қарсы күзетке дабыл пультіне тапсыруға міндетті. Сонымен қатар, Қазақстанның түкпір-түкпірінен жас мамандар біздің музейге біліктілігін арттыру мақсатында келіп тәжірибе алады. Басқа да шет ел, Ресей музейлерінің қызметкерлері келіп, біздің қорларымыз жоғары дәрежеде екеніне көз жеткізеді.